Баршаға сәлем, сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, менің парақшама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менен жаңа видео түссе, сіздерге бірден баратын болады. Бүгін біз заварный печенье жасайтын боламыз. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан идеальный жұмсақ болып шығады. Ең алдымен біз үлкендеу ыдысымызға сары майымыз бен суымызды құйып, бір қайнатып аламыз. Водяной баняда қайнатсаңыздар да болады. Осылай қайнатып алғаннан кейін үстіне сразу ұн салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде миксердің көмегімен араластырсаңыздар тіптен жақсы. Осылай араластырып алғаннан кейін бізге 4 жұмыртқаны аламыз да жұмыртқаны бір-бірден салып араластырып отырамыз. Осы барлығын араластырып болғаннан кейін бізде қою керемет масса шығады. Барлығын араластырып болғаннан соң, сол массамызды кондитерский мешокқа насадка салып, кез келген насадканы қолдансаңыздар болады. Сол насадкаға салып, жақсылап пергамент қағазына әдемілеп құйып шығатын боламыз. Мен де осылай құйып шықтым. Сіздерде өз қалауларыңызбен құйсаңыздар болады. Барлығын құйып болғаннан кейін 180 градуста 20 минутта пісіріп алатын боласыздар. Екі шеті қып-қызыл әп-әдемі болып пісіп шығады. Одан кейін ортасы кішкене пустой сияқты болады. Сол кезде арасына крем қоссаңыздар тіптен керемет болып шығады. Кремге мен творожный сыр және де сливки сахарный пудраны араластырып, крем жасап шықтым. Сосын арасына құйдым. Мінекей байқасаңыздар қып-қызыл әп-әдемі сүп-сүйкімді болып шықты. Сіздерде осылай пісіріп алсаңыздар болады. Қатты күйіп кетпеуі керек. Кремдерімізді барлығына құйсаңыздар да болды. Құймай кремсіз жесеңіздер де болады. Бірақ бетіне міндетті түрде сахарный пудра сепсеңіздер, түрі өте сочный, әдемі болып көрінеді. Ал достар, қыздар, қыз-келіншектер, менің парақшам сіздерге өте пайдалы. Бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Тағамдар, тәттілер және де пайдалы кеңестерді де. Менің парақшама тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Және де видео рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Міндетті түрде жасап, комментарияға өз пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Алтынай, менің жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ас болсын!